Мынаяқта бізде кәдімгі көк мұз бізде. Мынаяқта қайсы люк деп ойлайсыңдар бізде. Бұның блоктардың ерекшелігі бұл түнде жанатын ботқаны. Сәлем достар, мен Қайын-Кезет. Бүгін біз достар камуфляждар есік деген бір мод қабыл жасайтын боламыз. Бұл модта бізде әртүрлі камуфляжный есік пен люктер болатын болады. Ал біз видеоны бастайық. Достар, камуфляж деген не екенін білетін шығарсыңдар деп ойлаймын. Мысалы, бір тас тұрса, бір қасына бір есік қойсаң, сол дәл тасқа айналады да, көрінбейтін болады алыстан. Сол затты біз камуфляж дейтін боламыз. Бұл модта бізде осындай верстак қосатын болады. Осы верстакпен жәнегі камуфляжный есік бүліктерді сиятын боласыңдар. Қазір мен сол туралы айтатын боламын. Крафттерін айтпақшы выживаниеда крафт етуге болады. Алып кеттік. Так, достар, қандай бастайық. Мынаяқта сендер қандай не көріп тұрсыңдар? Қандай подозрительный көріп тұрсыңдар? Мынаны жақсылап көріңдер. Мынаяқта дым ештен көріп тұрған жоқсыңдар, андай бір пиксель дұрыс емес, иә? Қандай оп. Міне бізде бұл есік, қандай көрінеді? Камуфляжінде осыны айтатын болады. Қандай алыстан вообще көрінбейді. Осылай достарыңнан скрытный база қылсаңдар или ловушка қақпан деген сияқты. Қана бұлай кіре алатын боламыз. Ағаштың арасын бүйтіп сақ қойсаңдар да болады, айтпақшы. Тек осы ағаш шыққан мынаяқта бізде незелетний обломкалар. Міне мынау бізде есік қаныш дәл ұқсайды. Осы мод бізде барлық есік пен люктердің дәл тексербан дәл қайталанған. Кім 100% қайталанған. Келесі бізде бамбукқа байланысты есік. Оп. Міне бізде бамбук есік. Мынаяқта бізде осындай бамбук 4 бұрышты. Міне оп, міне ана осы есік анда вообще көрінбейді. Мынаяқта бізде так міне тұрғандар міне. Так, қазір ар жақта люктеріне көрсететін боламын. Қандай мынаяқта бізде бедрок. Бедрокқа да тықсаңдар болады есіктер. Міне ана оп, міне істеуге болады. Бірақ мен ойымша бедрок пен есік пен бедроковый люктерді істемейді жасында мен ойымша. Или білмеймін, істеуге болады или басқа крафтпен. Кейін бізде осындай черный камень. Міне былай ашуға болады, ондай есіктер бар. Короче, Майнкрафтта қандай блоктар бар, соның барлығының есігі мен люктер болады. Динамиттан бастап кәдімгі ағашқа шейін. Мынаяқта бізде кәдімгі көк мұз бізде осылай көрінеді, көк мұздар. Так, мысалы мынаған кірейік. Мынаяқта бізде мен люк тығып қойған болатынмын. Мынаяқта қайсы люк деп ойлайсыңдар? Бізде осы люк. Көрінеді, люктер вообще көрінбейді люкте де. Мынау бізде жасыл бамбук. Мынаяқта бізде осы бізде люк. Мынаяқта тақ осындай не қойған болатын. Мынаяқта қайсы люк деп ойлайсыңдар? Бізде әртүрлі люк бар. Мынаяқта бізде барлығы люк қойған болатын. Көрінеді ме? Люкте бар айтқанымдай. Айтпақшы мен викторина қойым. Мынаяқта қайсы есік люк деп ойлайсыңдар? Тауып көріңіз. 5 секунд берейін, тауып көріңдер. Достар, ешқашын таппаған шығарсың деп ойлаймын. Біріншіден осыны есік деп ойласаңдар, қателесесіңдер, бұл есік емес. Мынау бізде, дұрыс, бұл бізде люк. Бұлай қойып қойған түрінде мынаяқта бізде кәдімгі жер көріп тұрғандар. 3 болып тұрса, онда точно есік пен люк емес. Мынаяқта бізде мынау бізде есік. Бізде осындай есік. 5 қателік бар мынаяқта. Кейін мынаяқта оп, мынаяқта емес, қайсысы емес көріп тұрғандар. Мынау бізде люк, жерден жасалған люк. Кейін бізде көмір люк. Міне бізде осылай көрінеді. Ең тығылып тұрғаны. Опа, көрді ме? Мынаны ешқашан тапқан шығарсың деп ойлаймын. Ешкім тапқан шығар. Өткен қанда мынаяқта бізде осындай камуфляжный есіктеріңше любойына осындай свет қойсаңдар болады да, камуфляжныйды 2 есе қиындататын болады. Мысалы достарыңдан бірге осы модты қосып, ол білсе, сендер әдейі бір-бірлеріңе осындай секретный бөлмелер салған болсаңдар, осылай істесеңдер болады. Ол білмейтін болса, конечно. Осы мод осы мерде бар екен білмесең, онда вообще таумайды. Мынаяқта бізде терезе байланысты. Мынаяқта бізде алыстан қарасаң бізде, конечно, көрінбейді. Бірақ қасына келсең, былай чуть-чуть мынандай нелер болатын болады. Көріп тұрған мынау есік, ал мынау люк. Бізде люк, конечно, қасына тұрсаң көрінбейді міне. Негізінен люк бізде. Айнаны жасау енді қиын, енді мүмкін емес, өткен Java'да бопты істеуге болады. Люктер андай осындай сызығын жоқ қылуға болады, ал бедрокта оны жоқ қылу мүмкін емес. Сол үшін бұл мен ойымша дұрыс решение шығар деп ойлаймын. Мынаяқта бізде есігі осылай көрінеді. Есігі емес екен, ана люгі. Вот мынау есігі аңыр бізде. Андай хай-тек үйлер сасаңдар болады осы есіктерменше, міне осындай. Қандай бізде осындай зат бар қандар. Осы жақта бізде есік пен люк бар тығып қойған. Бұның блоктардың ерекшелігі басқа есіктермен қарағанда бұл түнде жанатын болғаны түн болады да, жанып тұрған көріп тұрғандар деп ойлаймын. Мынаяқта есік сразу айтайын, мынаяқта тоже есік, мынаяқта сразу есік қана бізде 3 есік. Осы құрбақаның блогының фонаригі, мынаяқта сразу люк, мынаяқта тоже люк қана. Вообще көрінбейді. Көрінбейді, вообще көрінбейді. Еще ең жақсы түнде жанатын болады, функциясы бар. Версия қалай жасалатынын көрсететін болам. Осы блоктарды қалай жасалатынын көрсететін болам. Модта бізде бір 200-ден көп блок бар. 100 есік, 100 люк сияқты. Походу. Достар, қандай осы ағашта бәлін бері көрген болсаңдар, сендер
Paleo Adventures'на қанар бұл бізде көріп тұрғандар міне пиксель тұр. Есік қана міне бізде ол есік. Бір есік емес, 4 жағынан есік қана, 4 жағынан есік. Ена үстіндегі люк қана көрінеді. Былай өтірік ағаш қойсаңдар болады. Ондай фейк ағаш достарыңның базасының қасында осы есіктің ішінен ағаштан сындырып ішінде тұрып алып кірсеңдер болады. Сыртынан көрсеңдер болады, не істеп жатыр, базаны қандай заттар тығып жатыр, не істеп жатыр деген сияқты. Оп, тығып аласыңдар. Ашамызда опа не істеп жатыр опа деп артын тығып қалсаңдар болады, өте жақсы. Камуфляжға да керек, ловушкаға да керек, тағы не үшін керек білмеймін. Скрытый переход жасауға да керек болады. Еще осындай люктер бар ғой, міне осындайша туннельге қолданғанша Майнкрафтта осы артты қолдансаңдар болады. Осы модтың плюсы, мысалы осындай каменный люк қойсаңдар, былай қойғанда каменнің дауыс шығатын болады астын. Жер люк қойсаңдар, жердің дауыс шығатын болады. Шымағанда, так мысалынан алайық. Мағанда кәдімгі жерден жай шығады. Мағанда оп, так. Көріне ме жердің дауыс шығады, көріне ме? Сондай да. Мынау бізде тастың дауыс шығады, ағаштың дауыс шығады, терезенкі деген сияқты әртүрлі. Достар, қазір осы қалай жасалатынын көрсететін боламын. Ал верстагымды жасайын. Верстагты аштым. И міне осы верстаг бізде кәм верстагты аласыңдар да палкалармен. Сұрағандар міне осындай верстаг саласыңдар. Жерге қоясыңдар. Оп. И маған да сандыққа осындай заттар қойып қойған болады. Так, ашамыз қандар. Міне қандар барлық есік қандар. Қанша есік. Көріп бітпейді. Майнкрафтта барлық блоктың есіктері бар. Қандар люктер бар міне. Алтын жасайлады кем. Көріп қойғанда тастың дауыс шығады. Есік жасайын сенадан. Сенаң дауыс шығырық қандар. Көріп сенаң дауыс шықты. Еще мыналар кәдімгі жер емес. Бұл да люк тығып қойғам. Кәші достар, осы модты дұрыстап түсінген шығарсыңдар деп ойлаймын. Осындай камуфляжный есік пен люктерді. Ал мен видеоны бітіретін боламын. Осы модты қалай өткізеді деп ойласаңдар, телеграмға қалдыратын боламын. Телеграмнан өткізіп кетсеңдер болады осы модты. Тегін 9 мегабайтты. Жаңа версияларға арнаған. TikTok пен Telegram осы видеоның астына описаниеда тіркеліп осы модты өткізіп кетейік. Ал мен видеоны бітіретін боламын. Сау болыңыздар.